Әліппе қай қет қапты? Ой, сен түрмеде жүргенде бұлар әліппен жоқ білді, білдің ба? Әліппе жоқ қазір, Не дейді? Денің сау ма сен? Ашуланбайықшы аға. Жоқ. Әліппе болмаса бала қалай оқиды? Денің сау ма сен? Сауат ашу Мен бар. қылмыскермін ба десем, менен өткен қылмыскер тұрған екен. Сауат ашу бар, ішінде барлық бар аға, уайымдамаңызшы. Біз сауатсызбыз да сонда, сауат ашуды сауатсыздар оқиды, білдің бе? Әліппені бала оқиды. Сен өзің сауатын ашу. Ана тілі қайда? Айқайламайшы, ана тілі қайда? Ей, тоқтасын, сен сөйлемейсің ғой. Ана тілі қайда? Емді көтеріп тұрды, просто. Ана тілі қайда? Сауат ашу бар. Ана тілі қай қат? Бері қарашы. Әлі миы қатпаған бала. Қазақшада толық сөйлемейді. Соған ағып, үш айнаса сорпасы қосылмайтын. Ағылшын тілін қосыңдар сендер. Ана бала миы қатпаған ғой. 100 қайнаса десе, 100 қайнаса сорпасы. Жоқ, енді қазіргі балдармен сіздер бұрынғы балдарды салыстырмасаңыздаршы. Қазіргі балдардың милары дамып кеткен қазір. Қолына сотканы беріңіз, компьютерді шашады қазір. Милар дамып кеткен қазір. Дамып кеткен, бері қараса. Сол дамып кеткен, ана сотканы компьютеріңді жапондар шығарды ма? Жапондардан үйрендіңдер ма? Ей, сен дақалса үйренбейсің ба? Сондай бәлесін үйрен. Ей, жапондар бүйтеді, бері қарашы. Бала 7-ші классқа барғанша, басқа бірде-бір тілді оқымайды. Өзінің жапон тілін үйренеді, жырын жаттайды. Содан кейін бар, басқа тілге рұқсат береді. Ал, оқытпадың ба? Айтсай! Олай болса, бізге жапон тілін ендірейік та бізге. Ақмақ. Бұлар енді соны ендіреді бар. Өткенде Қытай тілін енгізейік демеді біреулер. Деген... Ей, ана пән көбейіп кетті ғой сонда. Тану деген немене? Логика деген қандай пән ол? Бірінші сыныптың балдары логика сұрақтарының бәрі біз ана мектепте жүргенде бешерде қоятын сұрақтар. Ана КамАЗ бен жеңіл машина жарысса қайсы созады? Немене бәле? Бешерде емес. Бізге түскен жігіттердің жаңадан келген кезде солар оқыатын. Түрменің сұрақтары ма? Солда бар ма? Кесім кітапта бар еді бұл. Оқыдың ба? Қояйын ба біреуін? Оқыдың ба соны? Оқыдың ба? Қояйын ба біреуін? Қандай сұрақ? Бүйтеді. Саған қояйын. Жоқ, кітаптағы сұрағы өзің жазған десей. Бір сиыр 4 аяғымен тұрғанда 200 килограмм болады. 2 аяғымен тұрғанда қанша килограмм болады? Бұлардың жазғаны ғой, логикада. Айтшы. Айтады. 4 аяқпен тұрғанда 200 болса, енді 2 аяқпен тұрғанда 100 болады да енді. Басқа не болады? Ақмақ. 80 болады, 80. Енді қанша болады? Ақмақ. Жоқ, 80 емес, 100 болады. Сиыр тараздың үстінде 2 аяғымен тұрамайды ғой. Сұрақ қарасай бұны. Ят, жарайды. Оны бала түсінбейді бала. Қалған әңгімелеріңіз кейін айтасыздар енді. Қашан кейін? Өлгенде айтамыз ба? Әлде бәрі біткені кейін айтамыз ба? Мұнаның тілін 3-ке бөлу керек еді, тілеп бітпесін. Ақыры 3-күнде қоймай жүр ғой бұл. Бер қара, тыңда, бер тұр. Бара көкең ашу кесе бұл тіпті жауын бұла. Менің енді бір айтарым, мұнаның бәрін айтып барда тағы бір айтарым. Ескереміз. Келін, үйде келін, мектепте мұғалім. Оған жазбашы. Жазып алыңдар да шығарып беріңдер. Жазып алғанда не істейіне тұрсыңдар сендер? Жоқ, шығарып беріңдер, шық десек шықпайды. Жаным ашып өлетін болды. Таңертең сағат 7-те кетеді, түнгі 9-да келеді. Қағаз басты болды. Жұмысы өте көп. Тыңдап ал. Қағаз шығарама не істейді? Сен түсінбегеннен тұра тұршы, мен мұны қой болай тұра. Сонда мия ашып, баласы да сабақ үйрете алмайды. 9-да үйге келгенде келін бейшара бүйтеп қайға келген білмей бүйтеп деп тұрады. Жанымыз ашып кетеді. Не болды келін ау, не болды, не қаласың деп сөйтіп отырсай деп сөйтсек. Жоқ, балалар дейді, үлкен үзіліс далаға шығыңдар дейді. Бәріміз далаға шығып кетеміз. Қой, келін ашып. Ой, өткенде мына қарашы, жаным ашып келінме. Жылағым келеді. Бір молданы шақырып Құран оқыттық үйде. Ана бейшара молда ұзақ сүреден жіберіп, ау мен деп біткеннен кейін, ал келін не қыласың, жинайсың ба десем, жоқ оқушылар қайталаңдар дейді. Қайтада Құран оқушықтан болды дейді. Бұл не бұл? Бұл енді сұмдық болмадыр, сұмдық болмадыр. Сенен енді бір өтініш. Шырағым өтініш. Мектеп соғып астындар, рахмет мектеп. 100 мектеп, 100 ауруханасы. Рахмет оны. Аға, әбетке бару керек еді, ағаның ет болды. Енді өтініш, бері қара.
Ана комиссияны көбейте бермеңдерші. Сен өзі келсең келе бер. Қалған немене комиссияны? Үйден тұқымады қоймаз. Тамағаны қыл. Кеше ғана кел манты жасап атқан. Көптен бір манты жемемек. Қуанып ойырма жақсы болды ғой деп. Сөйтіп келін әкемеді, ұмытып кетті ау дедік. Өзі жамы ашып жүр ғой. Сөйтіп біз де ұйықтай салдық. Таңертең береді жар дедік. Таңертең намазға тұрсам, бишара келін жетте кетеді ғой. Тұрып алып ана табаққа орап алған кетіп барады. Сосын ай деп, балдарға дебім, жоқ деді, кешіріңдер деп. Комиссия келген соған кетіп баратырмыз дейді. Аузымыздағын жырып жейтін болып тұр ғой. Мынау жеген болсын да. Егер осыған кетіпті ғой. Біз манты емес, палау деп айтқанбыз. Сен енді мен жаңа айтатыным, жоғар жақа, мұнан бәрін айтасың ба, айтпайсың ба? Сен айтпайсың оны, біліп тұрмын. Сен бүйтші. Ескереміз. Ескертсен бұлай қыл. Мектептің қасынан жындықана соқсын. Не үшін? Ана мұғалім бейшара пенсияға шыққанда, я бұны жындана тұр. Бірден ананың ішіне кіргіз бересіңдер. О, ақымақ күлі қор. Сен облысқа бар, мақыма? Ана жындықанада жатсаң мұғалімдер ұрып өлтіреді сені. Сіз сол астанада қаларсыз деп мен ойлаймын. Жарай ма? Жарайды, болдыңыздар ма? Енді, қайтыңыздар сіздерде, қайтыңыздар бізде. Қайтайық, біздің қаншама қағазымыз бар, қаншама жұмысымыз, отчеттарымыз бар. Қайтпаймыз. Неге қайтпайсыздар, неге қайтыңыздар? Неге келдік біз? Немеремізді мектептен күтіп тұрмыз. Сұра бересіздер, неменесіне күтесіздер? Олар адасып кетеді дейсің ба? Ауылына кете береді ғой, үйлеріне кете береді өздері. Кете береді өздері, немене күтесіздер? Солар осы ауылда адасып кетеді деп тұрсың ба сен? Немене күтесіздер, қайда білмейсің? Сүңгісі ауыр ғой. Біз күрішпіз ғой екенбіз. Не бір кемпір шал келеді. Көтер алмайды сумкасы. Шығарған кітаптарыңды білесіңдер ма? Жападай кітап шығарады. Жоқ, сіздер... 15 килограмм кітап. Кітап шығарады. Сіздерде қызықсыздар, арнайы сондай сөмкелер бар ғой, доңғалақтары бар сөмкелер. Сүйреп жүре бересіздер ғой. Неге сондай сен қалада тұрсың ба? Сен ауылда тұрған жоқсың ба? Ауылда тротуар бар ба? Жолдара сөмкеге батпақ болып жүреміз. Баяғыда кітап, бір жапырақ кітабы, бір жапырақ кітаптың бар ғой, бір жапырақ дәптер, қазір кітап қандай болса дәптерді сонда ғой. 15 килограмм, 20 килограмм, не деп өсімді қой? Баланың грижа болады баланың. Мен бала немеремен ата деді көрдің бе? Құлады ғана. Қайтып құламайды, ай сұңқысы ауыр ғой. Қай құлады ғой. Деп бұлай қышар, балама жаным ашып. Сенен келген бір жақсылығың болсын. Солсын бұны үйге дейін көтеріп баш. Өзіңнің программаңның қанша ауыр екенін сонда білесің. Жарайды. Жоқ, қойыңыздар, ят болады. Бой өспей қалады, баланың бой өспей қалады. Тәурінағыдан ят болады, қойсаңыздаршы. Қоймаймыз, Жоқ, қойсаңшы аға, енді. Давай, жүр. Енді оңғайсып. Бол. Жүр. Сен мен баламды кім кетіріп. Қай баласы?